Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей орта толсын. Қасиетті жұма күні бізді көріп отырған барлық ағайынға қайырлы күн болсын дейміз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы көп тіл білу қажеттілік. Олай болса алдымен арнайы дайындалған бейне сюжетке назар аударайық. Адам баласы үшін оқу мен іздену жетістікке жетіп белестерді бағындыру еш қашан кеш емес. Өзге тілдерді меңгеру де дәл осылай. Мәселен 18-19 ғасырда өмір сүрген италиялық полиглот Джузеппе Меццофанти 39 тілде еркін сөйлеген. Бір қызығы, ол еш уақытта Италиядан өзге елге саяхаттамапты. Демек, кез келген тілді меңгеру үшін шетелге шығып оқудың міндеттілігі жоқ. Негізі өзге тілді үйрену қажеттіліктен туындайды. Әсіресе қазіргі уақытта көп тілді білу заман талабы десек, кейбір пікірлер оның сәнге айналғанын айтады. Десек те, оның пайдасын көріп отырғандар аз емес. Себебі бірнеше тілді меңгеру арқылы адам білім кеңістігінде еркін самғап, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуға мүмкіндік алады. Өзге тілді меңгеру үшін қанша уақыт қажет? Кез келген жастағы адам шет тілінде еркін сөйлей ала ма? Орта толысының бүгінгі тақырыбы осы. Сұрақ қойып пікір айтам десеңіз, хабарласыңыз. Тікелей эфир телефоны 60 51 51. Жаңа ғана өздеріңіз таныс болғандай, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы көп тіл білу қажеттілік. Айтар пікіріңіз бен қояр сұрақтарыңыз болса, тікелей эфир телефоны жұмыс істеп тұр. 872-92 Ақтау қаласының коды, студиямыздың байланыс нөмірі 60 51 51. Арнайы осы тақырыпқа ортамызды толтырып келіп отырған қонақтарымыз бар. Қош келдіңіздер. Таныс болыңыздар. Әлия Исмахамбетова, Назарбаев зияткерлік мектебінің тілдер үйлестірушісі және Әлия Орасай оқушы. Қош келдіңіздер. Енді мынау тақырыбымызға орай сіздердің екеуіңіз де тілдерді енді көп тіл біледі деп атауға болады. Әсел, сіз 5 тілді меңгерген екенсіз, 6-шы тілді меңгеру үстіндесіз. Ал Әлия, сіз болсаңыз 4 тілді қазір толық сөйлейсіз және 5-ші тілге жұмыстан жатсыз үйренуге. Ал енді мынадай сұрақ, осы өзге тілді үйренуге деген қызығушылық қашан және қалай пайда болды? Қайда пайда болды? Енді мен өз басымда айтатын болсам, өзге тілді игеруге деген қызығушылық ол балабақшадан басталған шығар. Өйткені мен орыс тілді садикке бардым, яғни балабақшаға. Онан кейін бірақ мектепте де, университетте де қазақ тілінде білім алдым. Қалған тілдер сол мектептің уақытында және университет кезеңінде меңгерілді. Бірақ кез келген адамның кішкентай балалық шағынан бастап оның тілге деген икемділігі байқалады. Соған байланысты ол кісіге, ол балаға тілді үйрену қажет пе, жоқ па, сол уақыттан бастап білуге болады. Ал мен болсам, балалық шағымда өте көп тілдерге қызығатын едім. Бірақ қанша, мысалы, Қытай тілі, бұрында Джеки Чанның фильмдерін көп қарайтын едім, бірақ алайда иероглифтерді жазатын, бірақ олардың мағынасын түсінбейтін едім. Ал қазір өсте келе мен Қытай тілін үйренудемін, яғни жалғастырудамын үйреніп. Және де бұл қызығушылық ең алдымен көптеген фильмдерді өз негізгі түп нұсқасында көруінің құлшынысы болып табылды. Яғни мен өзім тыңдайтын шетел әуендерінің мәтінін түсінгім келді. Сол себептен осылай тілдер үйренемін. Яғни тілді меңгеру ол адамның қабілетіне байланысты ма сонда? Қабілетіне байланысты. Кез келген адам меңгере алмайды. Жоқ, кез келген адам меңгере алады, бірақ меңгеру деңгейі әртүрлі болады. Түсінікті. Ал енді тоқталып өтсек, нақты қанша тіл білесіздер және атап өтсеңіздер? Мен енді біздің мемлекетіміздегі 3 тілден басқа түрік тілін еркін меңгергем. Онан кейін жапон тілін білемін. Енді өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын, бірақ білемін. Және де болашақта Қытай тілін меңгерсем бе деп жоспарлап жүрмін. Керемет. Ал мен болсам, өзім ана тіліміз қазақ тілі, яғни орыс тілі, ағылшын тілін қатар алып жүрмін, және де сонымен қоса Қытай тілін оқып жүрмін. Қазіргі таңда
ортаңғы деңгейдемін, бірақ ертең болашақта жоғары деңгейге жетемін деп ойлаймын. Француз тілін бастап аяқтамай кеттің, Иә, мен бұрында француз тіліне қызығатын едім, бірақ уақыт болмағандықтан сол тілді қоя тұрдым, бірақ қазіргі болашақта менде жоспарымда осы француз тілін қайтып бастау болып отыр. Ал Индира, сен қанша тіл білесің? Мен 3 тіл білемін. Керемет. Ағылшын, қазақ және орыс тілдері. Екеуміздің деңгейіміз әзірге бірдей екен. Үш тұғырлы тіл саясатын үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге асырғаннан кейін елімізде сол тілдерді меңгеру барлық қазақстандықтардың міндеті деген біз де осындай пікірдеміз. Ал енді сіздерге келесі сұрақ. Жалпы тіл үйрену үшін адамдар міндетті түрде бір жерге барып оқу керек деген пікірде көбісі. Әрине қандай да бір болмасын орталыққа барып міндетті түрде сол тілді меңгеріп, маман жалдап немесе ақылы жеке сабақтарға қатысу арқылы тілді меңгеру керек дейді. Үйде отырып өздігінен адам өзге тілді меңгере ала ма? Пікірлеріңіз? Сұрағыңызды түсіндім. Мынандай жауап бере аламын. Тілдердің жалпы өзінің құрылымы бойынша әртүрлі болып келеді. Өз кез келген адамның ана тіліне ұқсайтын бір тіл болатын болса, ол үйде отырып ақ бейне материалдар көру арқылы немесе бір әуендерді тыңдау арқылы үйрене алады. Ал егер сіздің өз тіліңіз қазақ тілі бола отырып, сіз басқа бір топтағы тілді үйренетін болсаңыз, міндетті түрде орталықтарға бару қажеттілігі туындайды. Сондықтан ол сондай ортаны қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Оған қоса, тіпті егер мүмкіндік болып жатса, шетелге шығып, сондай сол тілде сөйлейтін адамдардың арасында тұрып, ең кемі 3 ай сөйтіп үйренуге болады. Ал бірақ сіз қазақ тілі өз ана тіліңіз бола тұра түрік тілін үйренетін болсаңыз, онда үйден шықпай-ақ көптеген сөздіктер бар, онлайн сабақтар бар, солардың барлығын көру арқылы меңгерсеңіз болады. Түркі тілдес тілдерді қазақтарға үйрену қиын емес, түрік тілі демекші, түрік тіліне жалпы менің де қызығушылығым жоғары, өзім де үйренгім келеді. Өте бір құлаққа жағымды, әдемі естілетін тіл ғой. Мысалы, маған қандай кеңес бересіз тілді үйрену үшін? Әзірге мен тек қана и ақшамлар, аркадаш деген сөздерді ғана білемін. Мерхаба деген сөздерді. Жалпы түркі тілдері екі топқа бөлінеді, білетін шығарсыздар. Ол оғыз және ғұн. Яғни ол оғыздар, олар өзбекше, сол топтар кетеді. Ал мынау татарлар, қазақ тілі, қырғыз тілі ол басқа бір топқа жатады. Сондықтан түрік тілін үйрену үшін мынандай сөздері енді ұқсайды, бірақ сіз ары қарай тереңдетіп оқитын болсаңыз, біздің тілге басқа тілдерден кірме сөздер көп. Ол тілге де араб, парсы тілдерінен кірген кірме сөздер көп. Сондықтан егер жоғары деңгейде меңгеретін болсаңыз, қиынға соғады. Ал былай ауыз екі тілді меңгергіңіз келсе, ол үшін онлайн сабақтарды көрсеңіз болады YouTube арнасынан, немесе сөздіктерді жаттасаңыз болады. Кез келген тілдің түбі, негізі ол сөздік қор. Сіз маманның кеңесіне, қызметіне жүгіндіңіз ба? Түрік тілін үйренуге? Мен негізі түркі тілін Түркия Республикасында үйрендім. Сол жақта магистратура тамамдадым. Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша. Сол кезде мен 3,5 жыл сол жақта өмір сүрдім. Сол себепті мен жоғары деңгейде меңгердім деп толыққанды айтамын. Қалай, Әлия, қандай курстарға бардың? Тіл курстарына барып көрдің бе жалпы белгілі бір тілді меңгеру үшін? Ағылшынға қатысады ғой барлығы бала кезінде. Бірақ өкінішке орай мен ағылшын тілінің курстарына барған жоқпын. Бірақ мен оған мен мысалға үйде өзім көптеген бейнероликтерді көріп, және де сабақта үйренген тақырыптарды көріп, одан сайын дамыта түстім ағылшын тілін. Сол себепті, әрине, әрбір тілді біз жоғары оқу орталығында алуымыз керек. Ол не мақсатта? Ең бірінші сөздік қорымызды толтыру мақсатында, және де адамдармен толыққанды өз ойынды жеткізу мақсатында. Бірақ алайда кез келген адамның үйде отырып тілдерді үйренетін бір мүмкіндігі бар деп санаймын. Себебі өзім өз бетіммен үйренген болатынмын. 3 тілді де солай, 4 тілді де солай үйренген, қазақ тілін ана тілі. Бірақ мен осы қытай тілімді өзім курстарға барып жүрмін, яғни қытай тілін ең алғашқы бастапқы сатысынан бастап қазір үйренудемін. Бұл жерде толықтыра кетейін, бізде Назарбаев зияткерлік мектебі жалпы 3 тұғырлы тіл саясатын жүзеге асырудамыз.
Оған қоса балаларға жасалған тағы да бір мүмкіндік Қытай, француз, неміс және корей тілдері курстары жүреді. 4 тіл қосымша. Кез келген бала болашақ мамандығына байланысты немесе өзінің қызығушылығы бар бір тілді қосымша оқи алады. Бізде француз тілінен носитель языка деп жатамыз, сол тілде сөйлейтін. Сол кісі береді сабақ, ал қалғандары осы өзіміздің Маңғыстау өңірінің мұғалімдері. Түсінікті. Енді жалпы баласының әр тілде сөйлеп, бүкіл елдің құпияларын, ғылымын зерттеп, соған атсалысқанын қаламайтын ата-ана жоқ әрине. Дегенмен де балаға өзге тілді үйрену үшін қанша жастан бастап баланы баулу керек осыған? Осы жерде бір мен аңыз әңгімені естеріңізге сала кетейін деп отырмын. Бір қарт қариядан сұрайды бір ана келіп, мен баланы неше жастан бастап тәрбиелеуім қажет. Балаңыз нешеде деп сұрайды. 6 айлық дейді. Кеш қалдыңыз. 6 айлық десе кеш қалдыңыз. 6 айға кеш қалдыңыз дейді. Сол сияқты туылғаннан бастап баланы тәрбиелеу қажет. Яғни оның әр ата-ана байқайды ғой, қабілеті қандай, жаңағы естественно жаратылыстану пәндеріне қарай ма икемі, жоқ математикаға қарай ма, жоқ тілдерге қарай ма, соған байланысты баланы жаймендеп нагрузка бере бастаса, ол бала 3-5 жасқа дейін белгілі бір деңгейге жетеді. Бізде көбінесе мына қазақ халқында әсіресе бір қате түсінік бар, ол әлі кішкентай, ол ештеңені түсінбейді, не біледі дейсің әлі. Жоқ. Өссін үйретіп аламыз. Өссін үйретіп аламыз. Ол қате түсінік. 3 жастан жаңағы туылғаннан бастап, мысалы, жатырда болған кезде, ана көптеген кітап оқыса, әртүрлі тілдерде. Немесе орыс тілі болсын, жарайды, басқа тілдерді сұрамайық қой. Қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде, ол ана баланың қалыптасуына белгілі бір әсерін тигізеді. Кейін туылғаннан бастап көптеу тапсырма бересіз, басқа қыласыз, баланы бір деңгейге жеткізесіз. Енді көп тіл білудің жалпы қажеттілігі неде? Шықпаймыз шетелге, біліп алып тұрамыз ба мысалы? Не үшін керек жалпы? Жаңа ғана айтып өттім. Біріншіден, қыз баласына ана болған кезде өзінің баласын тәрбиелеу үшін қажет. Сіз шетелге шықпай қойыңыз, бірақ балаңыздың жақсы болғанын қалайсыз. Оның алдыңғы қатарлы балалармен бірдей болуын қалайсыз. Солай емес пе? Сондықтан бұл қажеттілік бірінші кезекте. Екіншіден, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президенттің айтқанындай, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша, егер біз бәсекеге қабілетті ел боламыз десек, ең бірінші кезекте жастарымыз немесе адамдарымыздың, яғни осы халықтың деңгейін, білім деңгейінің жоғары болуы қажет. Ал көп тілі білу арқылы сіз сол мемлекеттің қайнар көздеріне, яғни ресурстарына қол жеткізесіз. Ақпарат аласыз, экономикасын қарайсыз, даму деңгейін қарайсыз. Яғни көптеген ақпараттарға өзіңіз қол жеткізе аласыз. Бұл екінші жағдай. Үшінші жағдай, жалпы жақсы өмір сүруді кім қаламайды? Бәріміз жақсы өмір сүруіміз керек. Ал жақсы өмір сүру үшін, жақсы жалақы алу үшін біз дағдыларымыз көп болу керек. Барлығы біледі математиканы қазір, барлығы орыс тілін біледі, барлығы. Ал сіз басқалардан артық боламын десеңіз, сіз тілдік дағдыңыз көптеу болу керек. Критическое мышление дейді, сыни тұрғыдан ойлау, қабілетіңіз көптеу болу керек. Бұның барлығын дамытатын не нәрсе? Тіл. Әрине, енді сол мемлекеттің тілін біле тұра, ол мемлекетке барыңыз келмей қалмайды ғой сұра. Оның тілін меңгергеннен кейін мәдениетін меңгересіз, оның басқа да тарихына кішкене бой жүгіртесіз де, көз жүгіртіп, сосын сол мемлекеттік картадан іздеп бастайсыз, бір күні барасыз. Солай ғой, ол таным көкжиегін кеңейтеді. Индира, осы көрермендеріміздің де есіне сала кетейік. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз көп тіл білу қажеттілік. Айтатын ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, мүмкін кеңестеріңіз бар болса, біз өздеріңізден қоңырау күтеміз. Ақтау қаласының коды 87292, студиямыздың байланыс нөмірі 60-51-51, біз тікелей эфирдеміз. Ал енді менде мынадай сұрақ бар. Қателеспесем, Жапония елінде болу керек. Баланы 12 жасқа толғанға дейін өзге тілді үйретуге бейімдемейді екен. Себебі 12 жасқа дейін бала өзінің туған тілінің барлық інжу маржанын бойына сіңіргеннен кейін ғана өзге тілді үйренуге рұқсат етіледі. Яғни бұл бірінші кезекте ана тілге деген құрмет және оның бойындағы патриотизмін сақтау. Бұл тұрғыда не айтасыз?
Енді мен былай деп жауап бере аламын бұл сұраққа. Жалпы Жапония көптеген ақпараттық технологиялардың жоғары деңгейде дамып жатқан мемлекеттердің бірі. Мен өзім жапон тілін оқыған адам ретінде мынандай нәрсе айта аламын. Көптеген мемлекеттердің ықпалына түскен мемлекет және түсуде. Оларда мүмкін біздегі бар, қазақ халқында бар қасиеттер жоқ шығар. Мысалы бізде бала тәрбиесінде үйде көптеген жаңағы ол сенің бауырың, сен мынандай болу қажетсің. Осы қазақи тәрбие көптеп беріледі. Құдайға шүкір, Маңғыстау облысында көп. Және 12 жасқа дейін сондай нәрсе жасау, енді ол әрбір халықтың өзінің несіне қатысты. Ал біз баланы қазақ балабақшасына берсек, тәрбиені қазақ тілінде жүргізсек, меніңше жеткілікті. Қалғанын ол бала тек 12 жасқа дейін өспейді, бізде бала 18-25 жасқа дейін әке-шешесімен тұрады. Сондықтан тәрбиесін ары қарай ала береді деген ойда. Оған тіл үйренудің ешқандай кедергісі болмайды. Әлия, енді 4 тіл білемін деп отырсыз, иә? Осы тілдерді жаңа айтып өттіңіз ғой. Кино қарадым, бейнесюжет қарадым, ән тыңдадым деп. Жалпы осындай әдіспен тіл үйрену мүмкін бе? Мысалы, бір адамдар айтады, мен ешқандай да курсқа бармаймын, мен күнде түріктің сериалын көремін да, түрікше үйреніп кетемін. Бұл қаншалықты рас? Әлде мен де сериал көріп бастайын ба түрікше? Әрине бұл сұраққа былай жауап бере аламын. Егер де біз өзіміз қазақ тілі білетініміздей, түркі тілдердің бірі болып келеді. Егер де біз өзімізге ұқсайтын, яғни дыбысталып айтылатын әріптеріміз, дауыстарымыз бірдей болатын болса, әрине онда бұндай жағдайда үйрену оңайға түседі. Иә, айтып кеткендей. Алайда, егер де мысалы араб тілі болсын, айтып отырған жапон тілі болсын, бұларды тек жай ғана кино, яғни бейнефильмдерден көріп үйрену қиынға түседі. Бірақ егер де адам өзі тырысатын болса, құлшынысы болатын болса, барлығы да мүмкін. Неге емес? Түсінікті. Осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдайық. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Менің есімім Ақтырғалы. Осы Ақтау қаласының тұрғыны. Мынау сіздің Маңғыстау телеарнасындағы көп тілді білу қажет атты бағдарламаңызды көріп отырмын. Енді менің ойымша, өзім жеке пікірім, көп тілді білу қажет деп ойлаймын. Себебі біз жасымыз 50-ге таяп қалып, ағылшын тілін меңгеру бізге енді қиындау негізінде. Осы жақында мен шетелге шығып бергенмін. Сол кезде мынау шетелдің тілін, ағылшын тілін білмеуден көп қиналдым. Сол жөнінде жастарға кеңесім, әрине өз ана тілімізді толық меңгергеніміз ол орынды. Сосын жаңағы қазіргі заман талабына сай мынау ағылшын тілін білсе екен деп жастарды, енді өзіміздің қателігімізді немерелеріміздің сөйтемізді білеміз. Сол жаққа барып өзімізге мақсат қойып келдік. Сол жөнінде осы сұрағым жоқ, жалпы мынау жастарға пікіріңіз осындай. Рахмет. Көп рахмет жастарға хабарласқаныңызға. Әрине құнды пікір, айтқан пікіріңіз көптеген адамдардың кәдесіне жарайды деген сенімдеміз. Жалпы мен айтып жатыр ғой, көрерменіміздің өзі де шетелге шыққанда қажеттілікті сезініпті. Жалпы адам баласы шетелге шықпай басқа уақытта қай кездерде қажеттілікті сезінуі мүмкін өзге тілді? Мен өз басым үшін жауап беретін болсам, мен жұмысқа тұратын кезде бұның қажеттілігін сезіндім. Өйткені халықаралық қатынастар мамандығы өкінішке орай қазір республикада ондай жоғары сұранысқа ие мамандықтың бірі емес. Бізді басқалардан айырмашылық, яғни айырып тұратын нәрсе, өзгешелендіріп тұратын нәрсе бұл тіл білуіміз. Яғни жоғары деңгейдегі компанияға жұмысқа тұруыңыз үшін сіз ағылшын тілімен тест өтесіз. Әлбетте. Сол кезде мен бұл тілді білуім, бұл менің үлкен мүмкіншілігім екен ғой деп сол кезде ғана сезіндім. Енді жаңа Ақсырға апамыз айтты ғой, мен 50 жастамын, енді меңгеріп кету кішкене қиындау болып тұр деп. Қиын ба шындығында үлкен адамдарға? Мен сізге бір мысал айтайын. Бізде Назарбаев зияткерлік мектебінде қазір ағылшын тілін меңгеру үшін курстар жүргізіліп жатыр. Ол оқушыларға да бар,
және мұғалімдерге де бар. Сол мұғалімдердің арасында Тюляева Зоя Кимбаевна деген біздің орыс тілі мұғаліміміз бар. Жасы 60-та, жақында осы 60-қа толды. Сол кісі қазан айында бастаған болатын. Және 2 айдан кейін осы қаңтар айында, немесе желтоқсан айында жоғары деңгейге көшті. Яғни 60 жастағы кісі сондай меңгеріп жатыр. Неше айда жоғарыға көшіп тұр? Жоғары болғанда бастауыштан бастады, енді одан жоғары бір деңгейге көшті. Яғни 2 айда. Демек алынбайтын қамал жоқ. Қамал жоқ, иә. Барлығы өзінің мүмкіншілігіне байланысты. Әзірге сұхбатымызды бірер минуттарға үзе тұрайық, себебі дәл қазір бейнебаян тамашалаймыз. Одан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Маңғыстау арнасы қосулы болсын, орта толсын, әрі қарай жалғасады. Let's go. Sin frontera. Cuba, Kazajstán. Let's go. 1, 2, 3. Vamos a bailar. 1, 2, 3. Pensar en mami. 1, 2, 3. Let's go to dance now. Last 5, 3. Sweet mami.
Орта толсын бағдарламасының Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде көп тіл білу қажеттілік деп аталатын тақырыпты әңгімелесу өтеміз. Тікелей эфирде болғандықтан телефон номері қаламыздың коды 8-72-92-60-51-51 нөміріне хабарласып, қонақтарға қоятын сауалдарыңыз болса жолдап, немесе пікірлеріңіз болса айтып жеткізулеріңізге болады. Өзбен бірге бүгін студиямызда қонақта Назарбаев зияткерлік мектебінің тілдер үйлестірушісі Әсел Есмахамбетова және 11-ші сынып оқушысы Әлия Орасай. Енді мектептеріңізді атап өттік, республика деңгейінде білім саласында жалпы маңызды орын алатын зияткерлік мектептердің бірі. Енді Индира, сен де, мен де жалпы бүкіл ел де білет. Бұл мектепте оқитын оқушылар кем дегенде 3 тілде еркін сөйлеу керек, қосымша тіл білетін болса өздеріне жақсы. Бұл оқу процесіне, жалпы балалардың санасына, біліміне қандай да бір күш түсірмей ме? Ауыр емес пе? Бірнеше тілді меңгеріп жүру, мектеп қабырғасында оқушы ше. Мен мұғалім ретінде бір факт айтып кетейін. Балалармен 20 минут отырсаңыз, олар жаңағы бір бүкіл энергияңды сорып алады. Бір сондай қасиеттері бар да, вампир сияқты. Ол не деген сөз? Ол баланың энергетикасы өте жоғары. Демек, оған көптеу сабақ берсең, көптеу, енді шаршайды, анау физикалық тұрғыдан болады ондай нәрсе. Бірақ оған неғұрлым көп білім берсеңіз, неғұрлым оны тапсырма берсеңіз, басқа қылсаңыз, соғұрлым оған жақсы. Өйткені белгілі бір жастан кейін баланың, адамның ақпаратты қабылдау қабілеті бәсеңдейді. Сол жасқа дейін баланы көбірек ақпарат беріп сөйтіп көрсетсек, ол белгілі бір несін береді. Бұл енді ғалымдардың дәлелдеген өзінің дәлелі. Ал бізде балалар дұрыс айтқаныңыз, қазір республика бойынша 20 Назарбаев мектептері бар. Солардың барлығында 3 тілден басқа қосымша Қытай, Корей, француз, неміс тілдері жүргізілуде және жапон тілі. Бұны біз қандай мақсатта жасап жатырмыз? Сіздер білесіздер, біздің мектепке түскен балалар белгілі бір конкурстық іріктеуден өтеді. Демек, олардың математикаға және тілдерге деген қабілеттілігі жоғары. Бұл біріншіден, яғни оларды көптеп жаңағы дағдыларын арттыру біздің мақсатымыз. Екіншіден, кез келген бала тек қана қазақстандық жоғары оқу орнына түспейді бітіргеннен кейін. Ол шетелге барады. Қазіргі таңда осы Ақтау қаласындағы химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері Пусан мемлекеттік университеті, Оңтүстік Корея, Гонконг политехникалық университеті, Гонконг, Қытай. Онан кейін Назарбаев университеті. Онан кейін шетелдегі Англия, Америка құрама штаттары елдеріне оқуға түсіп, сол жаққа барып келуде. Бұл дегеніңіз болашақта сол университеттерге түсу үшін белгілі бір мүмкіндік балаларға беріледі. Өйткені мысалы Алия өзі айтып кетсін, неге Қытай тілін таңдаған? Ең алдымен Қытай тілін таңдаған бір себебі, бұл өзім Қытай республикасында оқығым келді. Яғни бұл Қытай республикасында оқып, ол жерден тәжірибені алып, содан кейін Қазақстанға оралып, сол тәжірибемен бөліскім келді адамдармен. Егер де мен осы Қытай тілін жақсы меңгеретін болсам, ертең болашақта олардың айтылған әрбір заттарын ұғып алып, олардың барлығы жақсы тұстарын меңгеріп тәжірибе алмасып келуіме мүмкіндік бар. Түсінікті. Енді менде мынандай сұрақ бар. Сіздерде көптеген сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі, мысалы биология, химия сабақтары жүргізіледі, ағылшынша. Қарапайым мектептің оқушыларына қазақ тілінде осы түсінген нәрсесін жеткізіп, келесі мұғалімге түсіндіріп, үй тапсырмасын орындап, оны дәлелдеп беру қиынға соғышты. Ал енді қазақша түсініп тұрған нәрсені өзге тілде, әсіресе ағылшын тілінде баяндап беру, түсіндіріп беру қаншалықты қиын? Сіздер қиналмайсыздар ма? Сонда сабақта күнде түсінігін айту кезінде белгілі бір нәрсеге мысалы көзқарастарыңыз басқа болып дауласып қалған жағдайларда шет тілінде сөзін таба алмай қалып, шет тілінде осының барлығын қалай жеткізесіздер? Әрине алғашқы кезде барлығына қиын болады, бірақ адамдар әрбір орта
адам әрбір ортаға үйренеді. Біздің орта бұл үш тілдік орта. Яғни біздің халықаралық деңгейдегі мұғалімдеріміз ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Біз оларға қарап, біз де осы ағылшын тілін меңгергіміз келеді. Бұл тек жай ғана мысалға бір сөзді екінші сөзден аудару емес, бұл сөйлеу, яғни өз ойынды білдіру деген мағынаны білдіреді. Осы сөздерді өз ойымыздың бір білдіре отырып, біз бір жақсы бір уақыт өткіземіз. Яғни бізге бұл қиын, ондай қатты қиындыққа түспейді. Білетін болғандықтан қиындыққа түспейді кәдімгіше. Ұмытып қалмайсыздар ма осы меңгерген тілдеріңізді? Мен шыны керек шамалы ұмытудамын. Енді қанша бір-біріне араласып та кетеді. Тәжірибе керек, үнемі. Үнемі тәжірибе қажет. Жаңа түрік сериалдарын көріп жатырмыз ғой, неге ұмытасыз деп сұрауларыңыз мүмкін, бірақ менің ол сериалдарды көруге уақытым жоқ. Азынан кешке дейін жұмыстамыз, бірақ ұмытпау үшін ол тілде сөйлеп тұру керек, тыңдап тұру керек. Орта болу керек. Ортадан бұрын фильмдерді көру керек. Және сол тілді, мысалы, сіз ол жаңағы басқа ұлттың өкілін таба алмайтын шығарсыз. Сол тілді білетін бір қазақ азаматын отырғызып қойып, сонымен сол тілде сөйлесеңіз болады. Оның да пайдасы. Сабақ беру ойыңызда жоқ па қосымша? Қаланың балаларына, облыстың балаларына. Енді уақытымыз болса болады. Тек жаңағы, балаға белгілі бір пайдамыз тисін, өзімізде ұмытпайық деген мақсатта болады. Қанша кітап оқыдыңыз сол тілдерде, мысалы Қытайдан мынандай кітап деп айтасыз ба? Мен енді ағылшын тілін есімде жоқ, бірақ түрік тілінен диссертация жаздық. Менің тақырыбым осы Қазақстан Республикасының ядролық қарудан өзінің бас тартқан жөнінде болды. Сол кезде біз көптеген әдебиеттерді қазақ, орыс тілінен басқа түркі тілінде нелер жазылған, соны оқыдық. Яғни, білесіз, 300 беттік диссертация жазу үшін біз көптеген неден өтуіміз керек, апробациядан. Сол кезде көп кітап оқыдым. Енді нақты санын мен қазір есімде жоқ, айта алмаймын. Бірақ кітапханада көп түндеріміз өтті. Түрік тілі ғой бұл. Ағылшындардан да оқып жүрсіз. Ағылшын тілінен ол қазір жұмысқа сай бізде өткені 10 халықаралық мұғалім бар мектебімізде. Ол ЮАР, Англия, Ұлыбритания, Америка құрама штаттарынан келіп жұмыс жасайды. Ол кісілердің жаңағы жоспарлары бар, сабақ жоспары. Соның барлығын жаңағы ұйымдастыру үшін біз тіл білуіміз қажет. Әлия, сіз ше? Қазір өзіміз білетініміздей, мысалы 95%-дің көбі, ақпараттың көбі ғаламторда бұл шетел тілдерінде. Яғни тіпті біз кітапханаға кірсек те, біз мысалы өзіміз мектебімізде кітапханаларда көптеген шетел әдебиеттері, ағылшын тілінен, орыс тілінен, тіпті Қытай тілінде кітаптары бар. Оларды меңгере отырып, яғни мен өзім бізде сабақтан бөлек өзімізге 100 кітап бағдарламасы іске асыруда. Яғни бұл 100 кітап біз 3 тілде де, қазақша, орысша және ағылшынша 3 тілде кітап оқуымыз тиіс. Басқалармен бөлісуіміз керек. Бірақ біз оны міндет қылып көрмейміз, біз оны қызыға оқимыз. Яғни мен өзім көптеген мысалы фантастика, детектив және де заманауи классикаларды осы ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде әрине оқимын. Кім болғың келеді, Әлия? Жалпы мен болашақта хирург болам деген ойым бар. Әлбетте, онда қоғамға қызмет көрсеткім келеді. Әрине. Жарайсың. Және тағы бір нәрсе қоса кетейін, біз мынандай 3 тілде бір не елдік, білім ленд, білім қоры мен бірлесе отырып, мынандай QR reader кодпен келіп, қасына келіп оқисыз, телефонды қойсаңыз, сол кітап сізде телефоныңызда ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде шығады. Оны кез келген автобуста отырсаңыз, кезекте тұрсаңыз, телефоннан ашып, сол кітаптарды оқи берсеңіз болады. Бұл жоба біздің мектебімізде жүзеге асты қазір. Керемет. Енді жалпы өз басымнан мысал келтіретін болсам, ағылшын тілін бұрын мектепте жүргенде мүлдем қызықпайтынмын. Әйтеуір пән өтеді, тапсырмамды орындаймын, бағамды аламын, содан кейін кетемін. Одан кейін үйренген нәрсенің барлығы ұмытып қалады. Кейін мектепті тәмамдайтын кезде өзінен өзі қызығушылық пайда болып, ағылшын тілі курсына жазылдым. Әрине әліппеден бастап үйреніп, 3 айда мен сол тілде сөйледім. Бұл енді менің нәтижем. Жалпы кез келген адам бір тілде еркін сөйлеу үшін қанша уақыт керек? Ең басты нәрсе ол өзіндік мотивация. Сол тілге деген қызығушылығы өте жоғары қажеттілік болатын болса, 3 айда сөйлеп кетуге мүмкіндік бар. Ал егер тиіп қашып, бір күні келмей, 2 күн келіп, өз-өзін алдап,
әйтеуір оқып жүрмін ғой дейтін болса, одан ешқандай нәтиже болмайды. Жалпы орта деңгейде 3 айда сіз жай сөйлемдерді құрай білетін неңіз болады. Жақсы, бізге байланысқан көрермен бар екен, қосайық, сұрағын тыңдайық. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Жұмаларыңыз қабыл болсын. Мынау передачаға бір сұрақ қояйын деп едім, мына көп тілдік бізде осы қазақ тілінің орыс тілдің өзін кейде араластырып береміз, сол уақытта анау 3 тіл мысалы бір-біріне месел етпеме деген сұрақ бір еді. Рахмет. Түсінікті. Сұрағыңызға көп рахмет. Оған мен бастап жауап берейін, анан кейін әлия өз ойын қосар. Араластырып сөйлейміз, сөйлейтін адамдар бар. Уақыт жоқ. Тез айту керек ойымызды, тез жеткізуіміз керек. Бірақ үшінші тіл кедергі болмай ма деп қойды ағамыз. Ол кедергі болмайды, өйткені біз ағылшын тілі ғой енді бұл жерде үшінші тіл деп тұрған. Сол тілде көптеген жаңағы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, көп оқулық ақпараттық технологиялардың тілі қазақ ағылшын тілінде. Біз оны қазақ тіліне аударамыз дегенше, ол жаңа болмай қалады. Ол ақпарат болмай қалады. Ол өзінің жаңалығын жояды. Әлбетте. Сондықтан біз сол тілді меңгеріп, сол заманауи ненің сай жаңағы жылдамдылығына сөйтіп өзіміз тіл үйреніп сол ақпараттармен танысатын болсақ, сол бізді көбірек жоғары деңгейге жетелейді деген үміттемін. Демек айтылатын пікір, тіл білгеннің артығы жоқ, тек орнымен пайдалану керек, иә? Бізде енді өзіміздің мақалымыз бар ғой. 7 тілдің, 7 өзге тіл, жоқ, 7 елдің тілін біл, 7 тілі ілім біл. Сол өзіміздің бабаларымыз айтып кеткен ол нәрсені. Сондықтан бұл жерде ешқандай дау туғызбайды деп Әлия, сізші қазақша сөйлеп жатып, орысша қосып, оған ағылшынша Қытайды қосып жіберіп, жұрттың басын айналдырмайсыз ба? Әрине ондай болады деп болмайды деп айта алмаймын, болады. Бірақ мен өзім бір тілде таза сөйлеуге тырысамын. Қазіргі біз өзіміз білетінімізде қазір жаһандану заманы. Яғни біз тіл ол біздің қазынамыз. Яғни елдердің мәдениетін байланыстыратын бір көпір болып табылады. Менің ойымша, егер де біз осы тілдерді меңгеретін болсақ, біз осы басқа мемлекеттің өзінің көзқарасын, менталитетін меңгере аламыз. Сонымен қоса біз бір қарым-қатынас істейміз. Өз мемлекетпен басқа мемлекет арасында. Және де Әсел Бахитовна айтып кеткендей, біз бәсекеге тұрарлық тереземізден мемлекет болып қалыптасамыз. Студиямызға хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, студия қонақтары. Студия қонақтарына бір ұстазы келіп отырған екен, соған бір сұрағым бар. Біздің Қадыр Сәлим атамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін біл дейді, тек өз тіліңді құрметте дейді. Яғни қазақ тілді шыннан сүю керек. Енді қазір нағашыларымның, жиендерімнің балалары Малайзияда әкесі оқиды. Сол сізге ұстаз айтып отырған, сол жақта қатты қызығушылықпен қалып қойған шәкірттеріңіз бар ма? Кешірерсіз. Рахмет. Біздің шәкіртмен негізі Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне дейін Қызылорда қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасадым 3 жылдай. Сол кезде кәсіби бағдар кеңесшісі болып қызмет атқардым. 250-ге тарта оқушы сол мектептің түлегі атанды. Олар қазір әртүрлі мемлекеттерде және Қазақстанда. Қазір 3-ші курста мен осында қалам, мен шетелдік азаматқа тұрмысқа шығам, мен осы жердің несін, экономикасын дамытам деп жатқан балалар жоқ арасында. Мен оны сенімді түрде 100% айта аламын. Ондай балалар жоқ. Және Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері бізде бір-ақ поток бітірді. 50-ге тарта оқушы. Олардың біреуі мен сол жақта қалып, осы мемлекет үшін жұмыс жасаймын деп жатқан жоқ. Өйткені оның барлығы мектептен тәрбие. Біз балаларға құлағына құйып келеміз. Сіздер осы өркен грантының иегерісіздер. Президентіміздің үміт артып отқан жастарысыздар. Сіздер мемлекетке келулеріңіз қажет. Оқуға ғана барасыздар. Оқуға ғана барасыздар. Білім, ілімді меңгересіздер, бірақ қайтасыздар. Келесіздер, осы өңірді дамытасыздар. Өте жақсы, иә? Үйдегі тәрбиемен қатар мектепте де міндетті түрде осындай. Менің тағы бір осы эфирді пайдалана отырып, ата-аналарға бір өтінішім бар.
Біз мектепте қолымыздан келген жасаймыз, бірақ бала көбінесе ата-анадан тәлім тәрбие алады, ол кісілердің айтқанын тыңдайды көбірек. Ол кісілер тарапынан да сен балам о жаққа барғанмен де еліңе орал деп отыратын болса, әр сөз сайын, онда бала одан басқа амалы жоқ қайтып келеді. Сондықтан бірге кешенді түрде жұмыс жасайтын болсақ, мұғалімдер мен ата-аналар, онда белгілі бір нәтижеге жетеміз деген ойда. Рахмет, Әсел Бақытқызы. Тағы да хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, қабылдайық. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Мен мына кішкене бір толықтырып жіберейін. Мына Күләйім айтып отыр ғой, бізге енді қазаққа енді нағыз бізге қазақша ойлау керек. Адам енді өзінің ойын Қазақша жеткізу керек. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Теледидардың дауысын бәсеңдетіп, бізбен ғана сөйлесуіңізді сұраймыз, құрметті көрермен. Аға, тікелей эфирдесіз. енді мына әр ұлт бар ғой, мысалы япон ұлты бар, орыс ұлты бар, украин ұлты бар, бәрі өз тілін құрметтейді. Біз енді қазағымыз енді шұбар сөйлейміз, соған мән беру керек. Түсінікті. Пікіріңізге көп рахмет. Енді көрерменіміздің айтқысы келгені барлық елдің азаматтары өз тілдерінде еркін сөйлейді, біз шұбарлап сөйлейміз, осыдан арылайық деген. Осы жерде бір нәрсені айтқым келіп отыр. Жалпы қазақ елінің патриоты болу үшін ол тілде сөйлеу жеткіліксіз. Қазақ тілінде сөйлеу жеткіліксіз. Егер сіз қазақстандық тауарды тұтынатын болсаңыз, қазақ әуенін тыңдайтын болсаңыз, қазақтармен қазақша сәлемдесіп сөйлесетін болсаңыз, қазақ ұлттық арнасын көретін болсаңыз, Маңғыстау арнасын көретін болсаңыз, бұл сіздің шынымен патриоттығыңыз. Ал жаңағыдай мен қазақша білем деп жарияға жар салып айқайлау, ол патриоттыққа жатпайды. Ол тек белгілі бір бағыты ғана. Ал шынымен патриот болу үшін ол жаңағыдай тауарды тұтынуымыз керек. Екі тауар тұрса, біз басқасын алып жатамыз кейбіреуіміз. Ой, мынау импортны осы жақсы, осы сапасы жақсы осына. Ол дұрыс емес. Енді маған мынандай қызық сұрақ келіп тұр. Сіздерге манағы өзге ұлттың адамдарын көбірек жолықтыратын сіздер ғой енді. Келіп қалған кезде бірінші қазақша сөйлейсіздер ме, әлде сол кісінің ұлтына қарай сол тілде білетіндігіңізді білдіріп сөйлейсіздер ме? Енді ол егер Қазақстанда болсақ, сізге келді деп қонаққа. Біздің Қазақстанда ма? Біз ас болсын, сәлематсыз ба деген сөздерді қазақша айтамыз. Рахмет. Біздің шетелдіктер біледі ол сөздерді мектепте. Ал біз өзіміз шетелде болсақ, онда сол тілде сөйлеуімізге тура келеді. Тағы да көрермен бар екен. Таза күлесінде көрермен бар екен. Түсінікті, әрі қарай қаластырайық. Жаңа айтып кететін жағдай. Мен осы тілдерді үйренуге бір құлшынысымды артқан бір Нельсон Манделаның бір сөзі бар. Егер сен адаммен оның білетін тілінде сөйлесең, түсінетін тілінде сөйлесең, онда ол оның басымен сөйлескен. Ал егер де оның туған тілмен сөйлесең, оның жүрегімен сөйлескенін дейді. Яғни, әрине, біз өзіміздің қазақ тілімізді басқа адамдарға дәріптеп, сәлемімізді айтып, қазақша айтамыз, үйретеміз. Бірақ егер де біз басқа елге баратын болсақ, басқа шетел азаматтармен сөйлейтін болсақ, олардың тілінде біз жақсы қарым-қатынас орната аламыз деп ойлаймын. Жалпы жаңадан бір тілді үйренетін адамдарға қандай кеңес бересіз, қандай әдістерге жүгінген дұрыс? Мысалы, бір адам күніне бір сөз жаттап, жылына 300 сөз жаттаса, сөйлеп кетеді бір ескіден қалған бір дәстүр бар, адамдардың санасына сіңіріп алған. Бұдан бөлек қандай кеңестер бересіз? Негізі, тілді тез үйрену үшін сол тілде көп қолданылатын сөздерді адамның өзінің көп жүретін жерлеріне іліп қойса, ол тезірек. Мысалы, сіз тамақ іше алмай тұра алмайсыз, мұздатқыштың есігін ашасыз. Мұздатқыштың алдына бір 4 сөз іліп қойыңызшы, сіз өз нәтижесін береді. Немесе монитордың алдында отырамыз, көп жұмыс жасаймыз. Монитордың жағын-жағының бәрі бос. Сол жақта кішкентай стикерге жазып, сөздерді жазып қойсаңыз, сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба жатталады өзіңіздің санаңыз. Көзбен көргеннен кейін, сондай бір нелер бар, әдістер, тәсілдері.
мысалға мен айтып кететін болсам, жалпы кейбір адамдар бір қате түсінігі бар, бір күннің ішінде 100 жаттасам сол болады деп. Бірақ өзіміз білетінімізде адамдарда қысқа мерзімді есте сақтау қабілеті бар. Бүгін кеше жаттаған, ертең ұмытылып қалуы мүмкін. Мысалға мен күніне бір 5-тен 10 шақты сөз жаттаймын, және де сол 5-10 сөзді күні бойы қолданамын. Яғни өзімнің сөйлемдеріме қосамын, басқалармен сөйлесем, сонда бұл жаттаңқы болады. Яғни ешқашан ұмытылмайтындай сақталып қалады есте. Түсінікті. Ал енді болашақта үйреніп жатқан тілдеріңізге, толық меңгерем деген тілдеріңізге қандай қадамдар жасап жатсыздар? Егер құпия болмаса әрине. Мен қазір тілдер үйлестірушісімін. Қытай тілін үйлестірем, өзге тілдерден басқа. Маған қызық, өйткені олардың әрбір әрпі бір сурет. Оны салудың өзі бір шеберлікті талап ететін шығар. Оның салудың өзінің тәртібі бар. Сіз мысалы бастапқыда мына сызықты салсаңыз, ол дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сондықтан тәртібі бар, басқасы бар енді. Маған қызық. Бір жағынан Қытай тілі қазір өзекті болып келе жатыр. Сол жағынан. Бірақ мен көбінесе қазақ тілінде әдебиеттерді оқығанды жақсы көріп жүрмін. Өзім, иә. Кезінде уақыт болмай, мектептің кезінде оқи алмаған классиктерді оқуға бет бұрып жүрмін көбінесе. Сіз ше, Алия? Жаңа өзім айтып кеткендей, өзім француз тілін және де итальян тілін үйренгім келеді. Яғни бұрында бастаған едім. Қазіргі таңда француз тілінде түрлі әуендерді тыңдаймын. Кішкене өзім тыңдалымымды сол француз тіліне жаттықтырып жүрмін. Ертең бірақ болашақта белгіленген бір курстарға барамын деп ойлаймын. Жоспарда. Менің бір жоспарым бар, енді осы бөлісе отырайын. Негізі бізде көбінесе орысша, қытайша, орысша, французша, орысша, ағылшынша сөздіктер көп. Болашақта жоспарым қазақша, қытайша, қазақша, ағылшынша сөздіктер немесе бір кітапшалар құрастыру. Осы менің болашақта жоспарым бар. Бізде қазақша, Қытай тілін үйренуге қажетті туып тұрмасында біздерге? Жоқ, ол мағынада емес. Жалпы мына қазақ халқына бір мүмкіндік болсын. Біз көбінесе орыс тіліне қарай бұрылып Қытайға сөз аударатын болсақ, біз қазақ тіліне аударамыз. Жоқ па сөздіктер? Тіке аудара алмаймыз. Аз. Қытай түгілі қазақша, ағылшынша аз. Ой қалған ісіңіздің оңынан оралуына тілектес әрине. Ал енді мынадай сұрақ, әлемде тек қана біз білетін қазір шет тілі десе ағылшын тілге елестейді. Одан басқа да ең танымал қандай тілдер екенін айтып өтсеңіз, мысалы француз тілі, иә? Негізі мүмкін білетін шығарсыз, Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімі бойынша 6 тіл. Бұл маңыздылығы жоғары 6 тіл бар. Олар француз, араб, Қытай, ағылшын, испан, орыс тілі. Осы тілдер. Енді осы тілдер маңызды деп айта аламыз, бірақ дегенмен қазір ағылшын тілі мен Қытай тілдерінің деңгейі анағұрлым жоғары. Мен іссапармен Италияда болдым. Ол жақта да ағылшын тілінде сөйлейді. Гонконгта болдым, ағылшын тілінде сөйлейді. Жалпы халықаралық тіл болып есептеледі. Мен Түркияда болдым, олардың Стамбул бөлгесі ағылшын тілінде сөйлейді. Бірақ кейбір мемлекеттер бар, біздің үш тұғырлы мемлекет сияқты, Қазақстан ғана емес, үш тұғырлы мемлекет саясатын жүзеге асырып жатқан. Канада бар, ағылшын және француз тілдері қатар жүреді. Гонконг бар, Қытай және ағылшын тілі қатар жүреді. Сондықтан бұл тек Қазақстанда жасалып жатқан нәрсе емес. Көбейту жоспарда бар ма? Французды меңгеріп тастайсыз, сізде өзіңіздің жоспарлаған тіліңізді меңгеріп тастайсыз. Оқи бересіз ба тілді? Әрине. Себебі айтады ғой, білгенім 9, білгенім 99 деп. Сол себептен әлі болашақта көптеген тілдерді, яғни 7 тіл меңгеремін деген жоспарым бар. Талабыңызға нұр жаусын, Алия, өте жақсы. Құрметті Әсел, Алия, бүгін біздің бағдарламамызға келіп, тақырыбымызға ат салысып, сұхбат бергендеріңіз үшін әрине алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгінгі орта толысынан сіз де өзіңізге керек дүниелерді естіп біліп, көкейіңізге түйді деген сенімдеміз. Аман сау болыңыздар, келесі орта толсын бағдарламасында жүздескенше.